Таңертеңгі жаттығудың пайдасы туралы. Сәлем достар. Көп адамдар таңертең ұйқыдан тұрған соң бірден телефон ұстап, әлеуметтік желілерді қарап кетеді. Ал кейбір адамдар күнін жаттығудан бастайды. Неге олардың арасында айырмашылық бар? Неліктен таңертеңгі жаттығу денсаулыққа ғана емес, адамның көңіл күйіне, жұмыс өнімділігіне және өмір сапасына әсер етеді? Бүгін осы туралы сөйлесеміз. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде біздің ағзамыз толық оянып үлгермейді. Бұлшықеттер босаңсыған, қан айналымы баяу болады. Егер адам бірден ауыр жұмысқа кіріссе, немесе ұзақ уақыт қозғалыссыз отырса, ағзаға қосымша жүктеме түседі. Ал жеңіл жаттығулар денені біртіндеп оятып, барлық жүйелердің дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Таңертеңгі жаттығудың ең басты артықшылығы қан айналым жақсарту. Қозғалыс кезінде жүрек белсенділік жұмыс істейді. Оттегі бүкіл денеге жақсырақ таралады. Соның нәтижесінде миға да көбірек оттегі жетеді. Бұл адамның сергек болуына, ойлау қабілетінің артуына және күні бойы белсенді жүруіне ықпал етеді. Көп адамдар таңертең шаршаңқы жүреді. Олар өздерін ояту үшін бірнеше кесе кофе ішеді. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, кей жағдайларда жеңіл дене жаттығулары кофеден де тиімді болуы мүмкін. Өйткені қозғалыс ағзадағы табиғи сергектік механизмдерін іске қосады. Тағы бір маңызды пайдасы көңіл күйді жақсартады. Жаттығу кезінде ағза эндорфин деп аталатын заттарды бөледі. Оларды кейде бақыт гормондары деп те атайды. Сондықтан жаттығудан кейін адам өзін жеңіл сезінеді, мазасыздық азаяды, көңіл күй көтеріледі. Егер сіз күні бойы компьютер алдында жұмыс істесеңіз, немесе көлік жүргізетін болсаңыз, таңертеңгі жаттығу әсіресе маңызды. Себебі ол омыртқа мен буындардың икемділігін сақтауға көмектеседі. Мойын, арқа және бел аймағындағы кернеуді азайтады. Көптеген адамдар спортпен айналысу үшін міндетті түрде 1 сағат уақыт бөлу керек деп ойлайды. Шын мәнінде таңертеңгі жаттығу үшін 5-10 минуттың өзі жеткілікті. Ең бастысы тұрақтылық. Күн сайын аз уақыт бөлген дұрыс. Аптасына 1 рет ұзақ жаттыққаннан. Осы видеодағы жаттығуларды қайталасаңыздар жеткілікті. Егер жасыңыз үлкен болса, немесе денсаулығыңызда белгілі бір мәселелер болса, жаттығуларды асықпай орындаған дұрыс. Негізгі мақсат шаршау емес, ағзаны ояту. Таңертеңгі жаттығу зат алмасуға да оң әсер етеді. Бұл дененің энергиясын тиімді пайдалануына көмектеседі. Сол себепті артық салмақтан арылғысы келетін адамдарға да таңертең белсенділік пайдалы болуы мүмкін. Тағы бір қызықты жайт, таңертең жаттығу жасауды әдетке айналдырған адамдар басқа пайдалы әдеттерді де оңай қалыптастырады. Мысалы, дұрыс тамақтану, уақытында ұйықтау және күн тәртібін сақтау. Әрине, бір күн жаттығу жасап, келесі күні үлкен өзгеріс күтуге болмайды. Нәтиже уақыт өте келе байқалады. Бірнеше аптадан кейін адам өзін сергек сезіне бастайды. Ал бірнеше ай тұрақты айналысқаннан кейін дене төзімділігі артып, жалпы денсаулық жақсарады. Егер сіз бұрын спортпен айналыспаған болсаңыз, бүгіннен бастаңыз. Өзіңізге ауыр мақсат қоймаңыз. Бар болғаны 5 минут бөліңіз. Ертең тағы 5 минут, біртіндеп бұл пайдалы әдетке айналады. Есіңізде сақтаңыз, денсаулық бір күнде қалыптаспайды. Ол күн сайын жасалатын кішкентай дұрыс әрекеттердің нәтижесі. Ал сол әрекеттердің бірі таңертең жаттығу. Енді таңертеңгі жаттығуға байланысты жиі кездесетін қателіктер туралы сөйлесейік. Бірінші қателік. Адамдар бірден ауыр жаттығудан бастайды. Ұйқыдан жаңа ғана тұрған ағза толық қызбаған болады. Сондықтан бірден көп рет отырып тұру, ауыр салмақ көтеру немесе қарқынды жүгіру кейбір адамдарға кері әсер етуі мүмкін. Алдымен денені оятып алу керек. Созылу, жеңіл қозғалыстар және буындарды қыздыру жаттығудың ең дұрыс бастамасы болып табылады. Екінші қателік. Тұрақсыздық. Көп адам дүйсенбі күні үлкен мотивациямен бастайды да бірнеше күннен кейін тоқтап қалады. Шын мәнінде нәтиже беретін нәрсе мотивация емес, бұл тәртіп. Кейде адамның көңілі болмайды, кейде ұйқысы қанбайды. Сондай күндері де ең болмағанда 3-5 минут жаттығу жасау әдеттің сақталуына көмектеседі. Үшінші қателік. Нәтижені тым тез күту. Кейбір адамдар 1 апта жаттығып, айтарлықтай өзгеріс байқалмаса, бәрін тоқтатады. Бірақ денсаулыққа қатысты көптеген пайдалы өзгерістер көзге бірден көрінбейді. Қан айналымының жақсаруы, бұлшықеттердің күшеюі, буындардың икемділігі және төзімділігінің артуы уақыт өте қалыптасады. Таңертеңгі жаттығудың тағы бір артықшылығы адамның өзіне деген сенімділігі артуында. Күннің алғашқы тапсырмасын орындаған адам
психологиялық тұрғыдан өзін жеңімпаз сезінеді. Бұл қарапайым нәрсе сияқты көрінгенмен, оның әсері өте үлкен. Себебі адам миы орындалған әрекетті жетістік ретінде қабылдайды. Көптеген табысты адамдардың өмірбаянын оқысаңыз, олардың көбінде таңертеңгі күн тәртібі бар екенін байқайсыз. Бірі серуендейді, бірі жүгіреді, бірі жаттығу жасайды. Әрине, табыс тек жаттығуға байланысты емес, бірақ күнде белсенді бастаудың адамның тәртібі мен өнімділігінің оң әсер ететіні анық. Егер сіздің балаларыңыз болса, олар үшін де үлгі бола аласыз. Балалар көбіне ата-анасының айтқанын емес, жасағанын қайталайды. Егер олар сіздің таңертең тұрып денсаулығыңызға көңіл бөліп жатқаныңызды көрсе, бұл әдет олардың өміріне де әсер етуі мүмкін. Таңертең жаттығу міндетті түрде спорт залға баруды талап етпейді. Үй жағдайында да жасауға болады. Кейбір адамдар таза ауада серуендеуді таңдайды. Кейбіреулер жеңіл жүргенді немесе велосипед тебеді. Ең бастысы қозғалыс. Ұйқы мәселесі бар адамдарға да таңертең белсенділік көмектесуі мүмкін. Күндізгі қозғалыс пен дене белсенділігі кешкі уақытта ағзаның табиғи шаршауын қалыптастырады. Соның арқасында ұйқының сапасы жақсаруы ықтимал. Тағы бір маңызды мәселе жас ерекшелігі. Кей адамдар жасың өтіп кетті, енді жаттығудың қажеті жоқ деп ойлайды. Бірақ дәрігерлер мен мамандар қозғалыстың кез келген жаста пайдалы екенін айтады. Әрине, жаттығу адамның жасына және денсаулық жағдайына сай болуы қажет. Егер бүгін осы видеоны көріп отырсаңыз, өзіңізге кішкентай ғана мақсат қойып көріңіз. Ертең таңертең оянған соң бар болғаны 5 минут бөліңіз. Телефонға қарамас бұрын бірнеше жаттығу жасаңыз. Содан кейін өзіңізді қалай сезінетініңізді байқаңыз. Мүмкін бұл сіздің өміріңіздегі ең пайдалы әдеттердің бірінің бастамасы болар. Денсаулық ақшаға сатып алынбайтын ең үлкен байлық. Біз көбінесе денсаулығымыз нашарлаған кезде ғана оған көңіл бөлеміз. Ал шын мәнінде оған күн сайын аздап уақыт бөлсек, көптеген мәселелердің алдын алуға болады. Сондықтан таңертеңгі бірнеше минутыңызды өзіңізге арнаңыз. Денеңізді оятыңыз, ойыңызды сергітіңіз және күніңізді жақсы көңіл күймен бастаңыз. Уақыт өте келе ағзаңыз да өзіңіз де бұл шешім үшін алғыс айтатын боласыз. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Ал сіз таңертеңгі жаттығуды ертеңнен бастайсыз ба, әлде бүгіннен бастайсыз ба? Пікірде жазып кетіңіз.